Сіздер бір отбасы емес, бүкіл әлемді аяла алақандарыңызбен тербете алатын, адамзат баласының ары, рухы, жерсіздер, тәуелсіздік Қазақстанымыздағы бейбіт пен тірлік, бірліктің жарқын болашаққа деген сенімінің, ізгілік пен мейірімділіктің ұйытқысы деп өздеріңіз. Бүгінгі мерекелеріңізбен тағы да бір мәрте құттықтай отырып, дендеріңізге саулық, шаңырақтарыңызға шаттық, ырыс-құт тілейміз. Әр таңдарыңыз арайлап батып, күндеріңізге нұрға толсын. Әйел ана өмірдің өзегі, тіршіліктің күре тамыры, ыстық ықылас пен ыждағаттық, пәктік пен тазалықтың қайнары. Еліміздің сән-салтанаты мен ел мерейінің үстем болуына да қашанда нәзік жандардың еселі еңбегі мен қажырлы қайратының қарымды үлесі жатыр. Олай болса, көктемнің осындай шуақты мерекесі көңілдеріңізге нұрға, жүректеріңізді жырға бөлесін. Баршаңызға асыл армандарыңыздың орындалуын және жадырататын қуаныштың мол болуын, отбасыңызда бақыт пен берекенің, сарқылмас денсаулықтың мұқалмауын тілеймін. Әйел әрқашан халықтың ар-ожданы, ізгіліктің, нәзіктіктің және дархан көңілдің көрінісі болып келді. Және бұл қалмақ, бүгінгі мереке оларға деген шынайы құрметтің белгісі. Әйел өзінің табиғатынан кішіпейілділіктің, жоғары адамгершіліктің және мейірімділіктің айнасы. Сондықтан ол бүкіл қоғамның арқауы ретінде келісім мен тұрақтылықтың нығаюына ықпал етеді. Шығыста әйел бір қолымен бесікті тербетсе, екінші қолымен әлемді тербетеді дейді. Тәуелсіз еліміздің ұл қыздарын тәрбиелеп, азаматтарға сенімді тірек болып, қоғам ісіне білек сыбана кірісіп, қиын қыстау кезде демеу болып жүргендеріңіз үшін әйел қауымына алғыс айтамын.